Kalın A, O, Ü, ince Y, İ, Ö, Ü. Merhaba arkadaşlar, bugün ben size 5 dakikada nasıl Türkçe ismin halleri öğrenilir göstereceğim. Türkçe'de 5 tane ismin hali var. Birincisi ismin yalın hali. Kim, ne? İsmin yalın hali. Kim, ne? Kim, Aygerin, ne? Ev. İkincisi ismin yönelme hali. Kime, nereye? Ekleri a, y. Kime, bana, nereye, eve. Üçüncü ismin belirtme hali. Kimi, neyi? Eki, yani kimi, beni, neyi, evi. Осы жерде достар ортада тоқтап айтып кететін бір нәрсе бар. Түркшеде, яғни осы септіктердің жалғауы, жалғанатын жерлерін қарасаңыздар, түркшеде алдыңғы сабақтарда мен сіздерге айтқан едім, дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Қалың, инже, яғни А, О, Ү дауысты дыбыстары жуан, Е, И, Ү дауысты дыбыстары жіңішке. Яғни осы септіктің жалғаулары немесе кез келген жалғау түркішеде сөзге, зат есімге жалғанған кезде сол зат есімдегі дауысты дыбыстар егер жуан болса, оған жуан жалғанады, егер жіңішке болса, сәйкесінше оған жіңішке дауысты дыбыстармен жалғау жалғанады. Төртінші ismin bulunma hali. Kimde, nerede? Kimde, Aygerim'de. Nerede, evde. Gördünüzdür mü? Осы жерде Aygerim'de, evde. Yani ev деген сөзде дауысты дыбыстар жіңішке болғандықтан е дауысты дыбыс оған де жалғанып тұр. Егер де окул деген сөзді алатын болсақ, okulda болады. Yani nerede, okulda. En son ismin ayrılma hali. Nereden, den. Nereden, okuldan. Nereden, evden. Барлығы түсінікті болса, достар, сіздермен бірге İstanbul деген сөзді септеп шығайық. Ne, İstanbul. Nereye, İstanbul'a. Neye, İstanbul'u. Nerede, İstanbul'da. Nereden, İstanbul'dan. Sabah ұнаса, достар, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.